Сәлем достар, бүгін біз Атырау жастары бағдарламасы туралы әңгіме ететін боламыз. Атырау жастары оған кім қатыса алады? 35 жасқа дейін жастар, жұмыс істейтін жастар мемлекеттік мекемеде жұмыс жасау керек. Ол медицина саласы, яғни денсаулық саласы дейміз, спорттық саласы, мәдениет саласы, білім саласы, журналистика саласы. Осы мекемелерде жұмыс істейтін жастар 35 жасқа дейін қатыса алады, біріншіден. Екіншіден, өздеріңізде және де өзіңіздің отбасы мүшелеріңізде 5 жыл бойы аттарыңызда үй болмау керек. Үшіншіден, бағдарламаның шарттары 5% банктың пайызы, 10% алғашқы жарна. Максималды сумманы қанша теңгеге үйді алуыңызға болады, ол 18 миллион. Сонымен қатар 1 10% сіздің депозитіңізде жату керек. Өйткені сіздер тапсырысты берген кезде сол ақша депозитте жату керек сол кезде. Алғашқы нарықтан алуға болады және де екінші нарықтан алуға болады. Алғашқы нарық дегеніміз ол салынып жатқан үйлерден, ал екінші нарық ол дайын үйлерден, адамдар тұрып жатқан үйлерден алуға болады. Ең күшті бағдарламаның бірі деп ойлаймын. Асығыңыздар, тапсырыс беріңіздер.